Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі өтетін оқу қызметі сауат ашу негіздері. Өтетін тақырыбымыз Х дыбысы және әрпі. Сабағымызды шаттық шеңберден бастайық. Кәне орнымыздан тұрайық. Арайлап таң атты, алтын сәуле таратты. Жарқырайды қаламыз, жайнай түсті даламыз. Қайырлы таң, қайырлы күн, күліп шықты күн бүгін. Бүгінгі өтетін әрпіміз Х дыбысы мен әрпі. Суреттен қараңыздар, Х дыбысы баспа түрі және жазба түрі. Х дыбысы дауыссыз, қатаң, дауыссыз дыбыс. Мына суреттерге назар аударайық. Хат, Х дыбысы бірінші болып тұр. Дәріхана, екінші сурет. Дәріхана дегенде Х дыбысы ортасында тұр. Шахмат, үшінші суретте. Шахмат дегенде Х дыбысы ортасында тұр. Бәріңіз қараңыздар. Келесі тапсырма. Буыннан сөз құра. 4 қатардағы сөздерді оқимыз. Хат, хор, хабар, халат, шахмат, саяхат, халел, хамид. Балалар, осы сөздерді буынға бөлейік және буынға бөліп оқиық. Яғни, маған жауапты берерсіздер. Бәріңіз шаршап қалған шығарсыздар, балалар. Енді сергіту сәтін өткізейік. Орнымыздан тұрайық. Қанеки музыкамен ал кеттік. Балалар, енді оқулыққа қарайық. Оқулықпен жұмыс жасаймыз. Х дыбысы бар. Тапсырмаларды қараңыздар. Қайшы неге ұқсайды? Суретте не болып жатыр деп ойлайсың? Қандай рәсімдерді көріп тұрсың? Балалар, осы сурет бойынша маған аудиомен жауап берерсіздер.
Келесі тапсырма тыңда. Кәнекей мұқият тыңдайық. Мен кәдімгі қайшымын. Мені тұсаукесер рәсімінде құрметпен ұстайды. Жаңа үйге кіру рәсімінде таспа қиятын менмін. Мен балалардың шашын қиып әдемілеймін. Мен сондықтан сыйлымын. Балалар, мәтін не туралы екен? Дұрыс айтасыңдар, қайшы туралы. Үшінші тапсырмаға қарайық. Х дыбысы бар буындарды қайталап айт. Әртүрлі күлкі түрлерін көрсет. Достарымның көңілді күлкісі. Ха-ха-ха. Хо-хо-хо. Хи-хи-хи. Хи-хо-хе. Келесі бетті ашайық. Келесі бетте Х әрпімен таныс бол. Қайшының әнін тыңда. Кеспеймін, шаппаймын, төкпеймін, шашпаймын. Қорықпа балақай, жұлмаймын, қиямын. Х-ға мен ұқсаймын. Неге ұқсайды Х? Қайшыға. Келесі тапсырма. Хат қалтаның Х-ға ұқсас бөлігін сыз. Және хат қалта және хат сөздеріндегі Х әрпінің орнын тап. Хат дегенде неше дыбыстан тұрады? Х қай жерде? Белгіле. Хат қалта деген неше дыбыстан тұрады? Х қай жерде? Белгіле. Келесі тапсырма 6-шы. Таяқшалардан Х дыбысын әрпін құрастыр. Келесі тапсырма Х дыбысының баспа түрін жазу. Бастырып және өз бетінше. Назарларыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды.